Құрметті сыныптастарым, құрбы-құрдастарым, тай құлындай бірге өскен замандастарым. Осындай сәттерде өмірдің қысқалығын сезінеді екенсің. Ардақты құрбымыз Ерсіннің өмірден озғаны міне 1 жыл болыпты. Осыдан 44 жыл бұрын үміткер орта мектебін бітіріп, біріміз біліміз деп, біріміз арман қуып жан-жаққа ұшқан болатынбыз. Қазіргі кезде біздер де үлкен шаңыраққа айналып, ата-әже атанып, балаларымыздың қызын көріп жатырмыз. Уақыт өз өнерін сала береді ғой. Өмірінде Ерсін, ортамызда сыйлы құрбы, білікті маман, адал дос бола білді. Үлкенді де кішіні де сіз деп сыйлап тұратын еді. Ерсін құрбымыздың жатқан жері жайлы, иманы жолдас болсын, қабырын құран нұрымен нұрландырып, жаны жәннаттан болуына жаратқан ел нәсіп ете көр. Артында қалған туған туыстарына, аға қарындастарына, жұбайына, балаларына, ұрпақтарына, бастарына амандық, дендеріне саулық бере көр. Ерсін құрбымыздың жасамаған жасын сіздерге берсін, көрмеген қызықтарын сіздер көріңіздер, ұзақ ғұмыр жасаңыздар. Жанұясына жаратқан ием амандық, ауыз бірлік пен ынтымақ, өмірдің небір жақсылықтарын бере берсін. Шынайы досымыз, ардақты құрбымыз Ерсінді біздер ешқашанда ұмытпаймыз. Күні кеше ғана арамызда жүрген кластасымыз Ерсіннің де жылы болып қалыпты. Зымырап өтіп жатқан уақыт. Ерсін жүрген ортасында сыйлы, сіз біз деген сыпайы, сабырлы, жанашыр. Атымызды да атамай бәке-мәке деп, ешкімнің көңілін қалдырмайтын, жүрегі кең, түсінігі мол азамат еді. Қадірлі бір қалыпты, адал досымның артында қалған балаларына, туыстарына, Ақмаралға ұзақ берекелі, сыйластықты өмір денсаулық берсін. Ерсіннің жатқан жері, жарық топырағы, жұмсақ, иманы жолдас болсын. Досымызға бағышталып жатқан дұғалардың бәрі қабыл болсын. Өкпелеген шей заманға бекер. 1966 жылы Төкжан Ағатайым семьясымен басқа жерден ауылға көшіп келді де, менің әкем Ысқақ ағасына өзінің салған үйін босатып беріп, біз совхоздың үйіне көштік. Ербамен осы кезден бастап бірге ойнап бірге өстік. Әлі есімде, Төкжан Ағатайым бәрімізді тосып қойып, батыр боласыңдар деп құйрық майды жегізетін. Ербамен бір сыныпта оқыдық. Мектепте басқұлдардан шоқтығы биік, бойы ұзын болатын. Бойы ғана биік емес, ойы да биік, өресі кең азамат еді. Мектеп бітіргесін Ербол Алматының энергетикалық институтын бітірді. Үйленді, ұрпақ сүйді, көп жылдар бойы ауыл мектебінде ұстаздық етті. Ағайындар арасында аса қадірлі жанашырымыздың бірі еді. Көп жылдар бойы Ақмарал екеуі Бағдат анамызды күтіп, батасын алды. Ағайындар жиналған қонақтарда өзі тамада болып, әдемі әзілдермен отырыстың көркін кіргізетін. Ұстаз болғаннан соң руымыздың шежіресінде жазды. Ауылға барғанда ата-бабамызға Құран бақсылайтын да осы бауырымыз болатын. Ербай ешкімді ренжітпей, ылғи күліп ойнап әзілдесіп жүруші еді. Әттең, өмірі қысқа болды. Ерсін бауырымыздың біліп-білмей істеген күнәлары болса, жаратқан Алла кешіріп жұмақты нұрын сайласын. Көрмеген қызығын артында қалған Ақмарал мен балалары көруге Алла нәсіп етсін. Әмин. Анау өмірге апаратының Құдайға қылған, Құдайға қылған, Құдайға қылған құлшылық қана. Біздің қолдан келеріміз Ерсін кластасымызға Алладан иман тілеп, жатқан жері жайлы болып, тәні рақатта, жаны жәннатта болсын. Көрмеген қызықтары менен жасамаған ғұмырын Алла қосағымен ұрпақтарына берсін. Әумин. Шіркін таусылса әттеңін ғана, салқын күндердің сәттерін қара. Ерба қалған семьясына жақсылық болсын. Ербаның көрмеген құбыры, көрмеген жақсылықтардың семьясы көрсін, балалары көрсін. Оның мұтатын адам емес, ақ көңіл, ауыз ашылса көмекке көрінетін, ондай жақсы жігіт елеуде болады. Ортамыздан қалай ұшып кеткенді байқамай қалдық. Оның орны бір бөлек. Маған мысалы әлі күнге дейін Ербаға мен сенбеймін. Жоқ дегеніне ауылға барып Құран оқып қайтамыз дегенде дұрыс.
оған да келісем. Ербаның жатқан жері жарық болсын, қабірі жұмсақ болсын, иманның ортасында болсын, жұмақтың ішінде болсын. Өмірде бір-ақ рет болады бәрі де. Мына бір күнде екі айналып келмейді. Сол сияқты барлықтарыңа денсаулық сыйлаймын, барлықтарыңа жақсылық сыйлаймын. Ойлаған мақсаттарыңа жетіңдер, үйлеріңде қуаныш Өтінде күшің баядан мықты секілді күшің, жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар бетіндегісін. Я Раббым Алла, сүттен ақ, судан таза, аузын ашса жүрегі көрінетін, үлкенді аға, кішіні әні деп сыйлап өткен. Сөйлескенде адамның көңіліне қарап, ренжітіп алам ба деп тұратын ақ көңіл кластас досым Ерсін. Аруағыңа тағзым етем, жатқан жерің жарық болсын, топырағың торқа болсын. Жаным Алла саған жәннаттың төрінен орын берсін. Фәниде көрмеген қызықты бақида көрсетсін саған жаратқан ием. Алладан рахмет, пайғамбардан шапағат болсын саған. Тілекші қаржау досым деп. Бәріне мәңгі өмір тілдерім, өмірде бәрі